Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Сұлтан. Біз сабағымызды жалғастырамыз. Екінші сабақ. Бірінші сабақты көрмеген болсаңыз, YouTube каналымызға кіріп көріңіз. Үй жұмысы да бар. Сонымен бүгін біз өзіміздің қай жерден болатынымызды айтып үйренетін боламыз. Where are you from? Сіз қайдан боласыз? Так, тағы да бір нәрсені айта кетейін. Telegram каналға мен файлдарды жіберіп қоятын болам. Осы қазіргі мына сабақтың кітаптың беттерін өздеріңіз жазып алыңыздар да қарап отырыңыздар. Кейбір тапсырманы сол өзіңіздің телефоныңыздан ашып, сол жерде қарап істейтін боласыздар. Сіздерге негізі екі не керек болады. Екі телефонмен қарап па, біреуін YouTube қосып қойып, біреуін жаңағы суреттерді ашып, немесе ноутбук арқылы ма сөйте берсеңіздер болады. Так, сонымен бастайық. Where are you from? Сіз қайдан боласыз деген мағынаны білдіреді. Ал where is he from деген ол қайдан болады деген сөз. He is from Mexico. Ол Мексикадан. Ал сонымен бастап кетейік. Бірінші vocabulary. Countries. Мемлекеттер. 1-15. Listen, match the music and the countries. Тыңдаңыз. Мына қазір өлеңдер болады, музыка. Соны мемлекеттермен бірге біріктіріп таңдаңыз дейді мына жерде. Осы бетті ашып алыңыз, осы тапсырманы ашып алыңыз. Қазір қосамын, бір рет қана қосатын боламын. Соны белгілеңіз, қайсы бірінші, екінші, үшінші, төртінші шығады деп. Алып кеттік, басам. 1.15 1. Two. 3. 4. 5. 'Егер де үлгермесеңіз, видеоны артқа қарай жіберіп, қайтадан тыңдаңыз, ал біз қазір тексеретін боламыз. Ал кеттік. 1.16 1. It's from Brazil. 2. 'It's from the United States. 3. 'It's from Mexico. 4. 'It's from China. 5. 'It's from Spain. Так, өздеріңіз естідіңіздер, олар 1, 2, 3, 4, 5 деп айтып отырды. Қай мемлекеттер екенін қысқаша айтып кетейін. Brazil деген өздеріңіз түсініп тұрсыздар. Бразилия, China дегеніміз Қытай,
Made in China, өзіміз білетіндей. Mexico, Мексика, Spain, Испания, The United States, Америка құрама штаттары. Енді біз қазір толығырақ басқа да мемлекеттер жайлы білетін боламыз. Countries and nationalities дейді. Мінекей қараңыздар. Бірінші тапсырмада listen and repeat the countries. Бірінші қарап шығайық мына суреттерді. Бразил, Бразилия, Канада. Осы көрдіңіздер ме? Япония бар, Жапония, Корея, Мексика. Қазір осыларды олар дауыстайды, сонымен бірге біз қайталап отыруымыз керек. Басамын. 1.17. 1, Brazil, 2, Canada, 3, Chile, Chile, 4, China, 5, England, 6, Japan, 7, Korea, 8, Mexico, 9, Peru, 10, Portugal, 11, Saudi Arabia, 12, Spain, 13, the United States, 14, Vietnam, қазір дыбыстап шықты, айтып шықты. Егер де тағы да жаттықыңыз келсе, артқа айналдырып, тағы да тыңдаңыз. Көріңіздер ғой, мына мемлекеттер. Осылардың аттары осылай болады ағылшын тілінде. Japan, Жапония, England, Англия, Spain, Сауди Арабия, Сауд Арабиясы, Вьетнам, The United States, Америка құрама штаттары. Айта кететін бір жайт, The US деп қысқартсақ болады. The United States дегеніміз Америка құрама штаттарын. The US деп қысқартсақ болады. The UK дегеніміз The United Kingdom. Ол Ұлыбритания, Англия яғни. Енді сіздерде осы бет бар. Оны сіздер бетесіздер. Cover the words, сөздерді жауып, look at the pictures, суреттерге қарап, say the countries. Яғни, өзіңіз қазір аласыздар, жауып тастап отырып, осыны айту керексіз, Brazil деп. Мынаны жауып тастайсыздар, сөзін суретке қарап, England деп айтуыңыз керек. Ол өзіңіз істейтін тапсырма. Енді соңғы write your country. Practice saying it. Так, біздің мемлекет, өзіміз білеміз, Kazakhstan. Оны қазір сіздерге жаза кетейін мына жерге. Текст. Kazakhstan. Не өйстіп бізде оқылады. Болды, енді өзіңіз жаңа суретке қарап дайындала берсеңіз болады. Біз жалғастырамыз. Listen and repeat the dialogues дейді. Бұл жерде бір рет қарап алыңыздар диалогты. Where are you from? Сіз қайдан боласыз? I'm from Peru. Мен Перудан боламын. Where in Peru? Перудің қай жерінен? I'm from Lima. Ал тыңдайық. 1.18. Where are you from? I'm from Peru. Where in Peru? I'm from Lima. Міне тыңдадық. Жаңағы айтылғаннан кейін сіздер оның артынан қайталап жаттығуларыңыз керек. Сонымен енді бұл жерге өзіміздің мемлекетімізді қойып дайындалсақ болады. Мысалы, where are you from? I'm from Kazakhstan. Қазақстан деп жазып қоясыздар.
Where in Kazakhstan? Қазақстан ішінде қай жерде? I'm from Almaty. Алматыдан. Астана, Шымкент, Атырау, Ақтау, Қызылорда сөйтіп кете береді. Сөйтіп дайындалсаңыздар болады. Мына сөздерді жаттап алыңыздар. Қайдан боласың деген where from? Мен қайдан боламын? I am деп бастайсыз. I'm where in Peru? Where in Kazakhstan? Қазақстан ішінде қай жерде? Where in Russia деп сұрасаңыз да болады. Россияның ішінде қай жерде деген сияқты. Енді грамматика. He, she, it дейді. Қараңыздар, he дегеніміз ол ер адамдарға айтылатын ол. She дегеніміз әйел адамдарға айтылатын ол. It дегеніміз жансыз заттарға, кез келген адам, ер мен әйел емес нәрселердің бәріне айтамыз. Бұның ішінде жануарлар да кіреді. Look at the pictures. Суреттерге қарайық. Where is Adele from? Мінекей мынау певицаны білетін шығарсыздар көптеріңіз. Бұл қайдан болады? Жауап беріңіз. Қазір мен жауабын өзім айтам. Қасындағы Justin Bieber. Where is Justin Bieber from? Енді мен айта салайын. Адель Лондоннан, Justin Bieber Канададан. Adele is from London, Justin Bieber is from Canada. Так, 1-19 тапсырма. Listen and complete with countries дейді. Бірмен, так, and complete. 1, 2, 3-дерді толтырамыз дейді. Тыңдаймыз да, мына жауабын жазуымыз керек. Так, сіздерде бұл тапсырма бар ғой, бұл бет бар. Өзіңіз қарап отырыңыз. Толтырыңыз, қазір мен қосамын. Если естімей қалған болсаңыз, артқа қарай басып тыңдайтын боласыз. 1.19 Where's she from? She's from England. Is he from England too? No, he isn't. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Yes, it is. It's at 7. Let's go. Достар, жаңа мен қателесіп кеттім. Лондон емес, England деп айтқым келген ғой. Именно Англиядан деп. Лондон емес. Именно Англиядан, мемлекет Англиядан. Сонымен тыңдадыңыздар деп ойлаймын. Бұл жерде жаңағыдай айтты. She is from England. Енді ол жайлы сұрайды. Қараңыздар. Where is she from? Ол қай жақтан? She деген әйел адамдарға айтылады. Ол қай жақтан? Where is she from? She is from England. Англиядан. Is he from England too? Too дегеніміз солай сияқты ма? Тоже деген мағына ғой. Ол да Англиядан ба? Деген сияқты. No, he isn't. Жоқ, ол Англиядан емес. He is from Canada. Is the concert tomorrow? Концерт ертең болады ма? Деп сұрап тұр. Yes, it is. Yeah, it's at 7. Сағат 7-де болады. Let's go. Кеттік. Okay. Бұл диалогтардың бәрін өздеріңіз жазып, жаттап алыңыздар фразалардың бәрін. Так, тағы да бір рет қосайын. Соны артынан қайталап отырыңыздар. 1.20 Where's she from? She's from England. Is he from England too? No, he isn't. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Yes, it is. It's at 7. Let's go. Так, бітті. Енді осы диалогты өзіңіздің қасыңыздағы адамыңызбен, танысыңызбен, досыңызбен практиковать етсеңіздер болады. Так, match the words and the pictures. Match the words and pictures. Сөздер мен суреттерді бір-бірімен біріктіріңіз дейді. Сіздерге міне қазір видео паузаға қойып, өзіңіз біріктіріңіз, ал мен қазір жауабын айтайын. Так, паузаға қойып біріктіріңіз деп ойлаймын. Енді мен жауабын айтайын. Мына жерде ер кісі. Ер адамдарға бағана айттым, ол дегеніміз he болады дедім. Мына жерде he болады. Қазір. Енді. She дегеніміз әйел адамдарға, ал it дегеніміз бұл
заттарға, кез келген жерлерге, тек қана адамдар болмаса болды, барлығына қолдана береміз жануарларға. Так, grammar bank, қазір грамматиканы бір қарастырып жүреміз. He, she, it'тің be етістігі қалай болады екен. Кеше біз сіздермен I мен you'ға be етістігі қалай болатынын қарастырғанбыз, дұрыс па? Ол кезде I-ға am болған, I am. Қазір. I-ға am, you'ға are болған. Енді бұл жерде he, she, it'қа is болады. Осы is be етістігі болады. Так. Listen and repeat the examples дейді. Then read the rules. Тыңдаңыз және айтылып отырған сөйлемдердің артынан қайталаңыз дейді. Ал қазір бір рет қосамын, артынан қайталап отырыңыздар. Бұл бетте сіздерде болу керек. Ал қосамын. 1.21. He is from Brazil. He's from Brazil. She is from Spain. She's from Spain. It is from China. It's from China. He is not from the U.S. He isn't from the U.S. She is not from Japan. She isn't from Japan. It is not from Mexico. It isn't from Mexico. Is he Henry? Yes, he is. No, he isn't. Is she from Peru? Yes, she is. No, she isn't. Is it good? Yes, it is. No, it isn't. What's your name? Where are you from? Where's he from? Мінекей қараңыздар. Am, are, жаңа айтып кеткен. Am, are, is. Бұлардың барлығы be етістігінің түрлері. He дейді man, яғни ер кісі. She, woman, әйел адам. It, thing, зат. Көрдіңіздер ме? He, she, it. Қай кездерде he, she, it болатын. You can also contract is not like this. Is not дегенде былай қысқартсақ болады. He is not from the US. Ол ақштан емес. She is not from Japan. It's not from Mexico. Барлық жерде isn't деп қысқартудың орнына былай да қысқартсақ болады. Тек қана to be етістігі. Біз кеше өттік. Алдыңғы сабақта. Яғни жіктеу жүйесіндегі I, you, одан кейін to be етістігі. Сосын жаңағыдай сөйлем жалғасады. I'm Henry. Мен Генримін. You are in my class. Сен менің сыныбымдасың. Қысқартылған түрлері былай болды. I'm your. Енді he, she, itті қарайық. He is from Brazil. Ол Бразилиядан. His деп қысқарады. S болып кетеді. His. S еге қосылып кетеді. His бол. He is from Brazil. She is from Spain. It's from China.
Барлығында бір is to be етістігі қолданады. Енді болымсыз сөйлемдерде not қосамыз. Әдеттегідей he is not from the US. He is not from the US. She is not from Japan. It is not from Mexico. Оны қысқартып біз he isn't from the US. She isn't from Japan. It isn't from Mexico деп қысқартсақ болады. Оны былай да қысқартсақ болады. Жаңа айтып кеттім сіздерге. Келесі сұраулы сөйлемдерде әдеттегідей be етістігі мына жүктеу өсімдігінің алдына шығып кетеді. Сонда is he Henry? Yes, he is. No, he isn't. Is she from Peru? Yes, she is. Yeah, ол Перудан. No, she isn't. Is it good? Yes, it is. Ол жақсы ма? Я жақсы. No, it isn't. Жақсы емес. Сұраулы сөйлемдерде in questions is be етістігін he, she-дің алдына қоямыз. Is he from Japan? Дұрыс. He is from Japan деп сұрай алмаймын сұраулы сөйлемдерде. Is she Adele? Adele. Is it from England? Бұл Англиядан ба? Don't use contractions in affirmative short answers. Болымды жауаптарда, қысқа жауаптарда қысқартылған түрін қолдана алмаймыз. Былай. Is he a student? Ол студент па? Yes, he is. Yes, his деп айта алмаймыз. Кешегідей ғой, алдыңғы сабақтағыдай. Is she from China? Yes, she is. Is it from Peru? Yes, it is. Ал енді біз мынандай не, қандай, қай, where, қайда деген сұраулы мынандай сөздер бар. Оны біз қойып, осындай күшті әдемі сөйлемдер құрастырсақ болады. What is your name? Is-ді қысқартып жүретін мына жерде көрдіңіздер ма? Сенің атың кім? Неге is? Мына жерде you тұр ғой деп айтып тұрсаңыздар, бұл жерде your деген сенің, name дегеніміз ат. Сенің атың ол ғой, дұрыс па? Ол болғаннан кейін is қолданылады. Where are you from? Енді дәл бұл жерде сен болып тұрсың. Where are you? Сол кезде are-ды қолданамыз. Where are you from? Where is he from? Ол қайдан болады? Where? Қайдан? What дегеніміз не? Әзірге осылай. Әріға жалғастырайық. Мына жерде write the sentences and questions дейді. Write sentences and questions. Бұл жерде сөйлем мен сұраулы сөйлемдерді құрастырыңыз дейді. Сіздер мына видеоны паузаға қосып, өздеріңіз уақыттарыңызды алып, мынаны дұрыстап жазыңыздар, сөйлем құрастырып жазыңыздар. Мысалы, she Brazil, no. Is she from деп сөйлем құрастырасыздар. Brazil, no, she isn't. It's from Peru. Өздері көрсетілген сұрау белгісі тұр. Яғни біз сұраулы сөйлем құрамыз керек. Дәл сияқты мына жерде де, мінекей, көріп тұрсыздар. Ал жаттығуды істеңіздер. Ал бұл жерде енді былай болады, қараңыздар. She is from Korea. Мен жазбай қойын, айтып отырайын. Сіздер жазған шығарсыздар деп ойлаймын. She is from Korea. Is he from Spain? Is he from Spain? Yes, he is. Is she from Mexico? No, she isn't. Болады. Where is he from? Ол қайдан болады? He is from Vietnam. Pronunciation, дыбысталу, sentence stress. Именно сөйлемнің ішінде қай сөздерге екпін түседі екен. Так. Where is he from? He's from Canada. Көрдіңіздер ма? Әрбір сөздерге бір өзінің екпіні түседі. Listen and repeat the questions and answers. Copy the rhythm. Қазірнан тыңдайсыздар сөйлемдерді. Соның артынан қайталап, ритмін қалай айтылады, соның бәрін қайталауға тырысыңыздар. Ал мен бір рет қана қосам, арай қайталаңыздар. 1.22 1. Where are you from? I'm from England. 2. Is she from China? No, she isn't. Енді осы жаңа қойылғанда артқа қарай қайттан жіберіп, қайттан тыңдап, соның ритмін несін жаттап алсаңыздар болады, қалай дыбысталатын.
Енді жаңағы біз мына тапсырманы G тапсырмасын қазір тыңдасақ болады. Оны қазір қосамын, соның артынан қайталап отырыңыздар. Жарайды ма? Бұл өзіңіздің сіздегі ағылшын тіліндегі сөйлеу неңізді жақсартатын болады. Навыгыңызды, speaking навыгыңызды. 1.23. 1. Is she from Brazil? No, she isn't. 2. It's from Peru. 3. She's from Korea. 4. Is he from Spain? Yes, he is. 5. Is she from Mexico? No, she isn't. 6. Where's he from? He's from Vietnam. Сонымен біз аяқтадық. Келесі тапсырмаға көшейік. Listen and repeat the words and sounds. Қазір мынау сөздерді оқылады. Соның артынан қайталап отырыңыздар. Fish, it, six, isn't, Brazil, England деген секілді қайталап отырасыздар. Таныс емес сөздерді дәптеріңізге жазып, жаңағыдай немен переводчикпен аударып отырсаңыздар болады. 1.24. Fish. It. 6. Isn't. Brazil. England. Phone. Oh. Hello. No. Photo. Go. Egg. Mexico. 7. Let's. 10. Мына жерде көргендеріңіздей 3 дыбыс берілген. Fish, o, phone, egg, Mexico, 7 дегендегі Осы 3 дыбыс. Қайталап, осыны үйреніп алыңыздар. Қайтадан қосып осы жерді. Listen, practice the sentences. Мына жерде 3 сөйлем берілген. Осылардың бәрін қазір айтылады, соның артынан қайталап отырыңыздар. 1.25. It's 6 in Mexico. Hello, let's go. Adele's concert is at 7. Listening and speaking. Бірде 26. Listen, can you hear the difference? Тыңдаңыз. Сіз өзгешелікті естисіз ба деген сияқты. Қазір мынаны оқиды. Сізге сезіледі ма he мен she'дің арасындағы отличие дейді ғой? Өзгешелік сезесіз ба? Қазір қосамын. Мұқият тыңдап отырыңыз, қалай оқылатынын. (1.26) 1. A. Is he from Japan? B. Is she from Japan? 2. A. She's from Canada. B. He's from Canada. 3. A. Where's he from? B. Where's she from? 4. A. It's from Portugal. B. He's from Portugal. 5. A. She's in my class. B. He's in my class. 6. A. Where is he? B. Where is she?
Енді 1-27-ні қосамын. Listen and check the sentences you hear in A. Қазір мына жерде сөйлемдер оқылады, соның қайсысы оқылғанын белгілеп отыруыңыз керек. 1.27. 1, Is she from Japan? 2, He's from Canada. 3, Where's he from? 4, It's from Portugal. 5, She's in my class. 6, Where is he? Аха. Мына жерде өздеріңіз жаңа естідіңіздер. Мына A мен B-дің екеуін біреуі оқылып отырды. Соны мен қазір жауабын айта кетейін. Егер де жаңа дұрыс естімесеңіз, артқа қарай айналдырып, қайтадан сол жерін тыңдап кетіңіз. Сонымен біріншісінде бізде B болды. Is she from Japan? Екіншісінде B. He's from Canada. Үшіншісінде A. Where is he from? Төртіншісінде так. A. It's from Portugal. 5-6-да She is in my class. Where is he? Енді қатты қиын тапсырма емес. Осы сөйлемдерді қазір қайталап, өзіңіз айтып, сөйлеп үйреніңіз. Так. Енді алфавитті үйренетін боламыз. Осыған дейін қазір сұрап отқандар бар, алфавит қашан өтеміз деп. Алфавитті енді өтетін боламыз. Алфавит не үшін керек? Кейбір кездерде сіздер жаңағыдай шет елде жүрген кезде сіздерден сұрауы мүмкін. Гостиницаға келген кезде, сіздің паспортыңызды тексерген кезде, жаңағыдай аэропортта кетіп бара кезде тексереді. Сіздің атыңызды сұрайды. Мысалы, мен Сұлтан деп айтамын. My name is Sultan. How do you spell it деп айтады маған. How do you spell it? Яғни қалай жазылады деп сұрайды да сізден. Ол қалай жазылады сонда? Мен айтамын S-U-L-T-A-N. Яғни алфавит бойынша айтып шығу керекпін. S-U-L депші. Сол кезде ғана олар дұрыстап түсінетін болады. Сол үшін алфавиттің айтылуы, дыбысталуы өте керек. Мыналарды оқу білуіңіз керек. A, B, C деп айтуыңыз керек. A, B, C, D деп емес, A деп мысалы айтуыңыз керек. Қазір қосам алфавитті. Бірге тыңдап, қайталап отырыңыз. 1.28. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Аяқтадық. Бұны сіздер міндетті түрде жаттап алуларыңыз қажет. Қайтадан артқа қарай айналдырып, осыны тыңдап жаттап алыңыздар, қалай оқылатынын. Сосын порядокты үйреніп алыңыздар. Қайсынан кейін қайсысы келетін. Так, 1-29. Listen and repeat the words and sounds. Қазір мынаны қосамын, соның артынан қайталап отырыңыздар, сөйлеп. 1.29. Train. A. Tree. E. Egg. E. Bike. I. Phone. O. Boot.
oo, car, R. Мгм. Ағылшын тілінде барлық сөздер қалай әріптер жазылып тұр, солай оқылмайды. Көбінесе өзгеріп кетіп тұрады. Сондықтан мұқият болыңыздар. Мысалы, мынаны ек деп оқымаймыз, egg деп оқылады. Мысалы, байке деп оқуға болмайды, оқылмайды. Оның өзінің ережелері бар. Ал енді қазір мынау әріптердің бұлар оқылады, соның артынан қайталап отырыңыздар. Қосам. 1.30 A H J K B, C, D, E, G, P, T, V, Z, F L M N S X I, Y, O Q, U, W, R Бұл жердегі әріптер неге осындай орынмен тұр деп сұрасаңыздар, өйткені бағана оқылып кетті басында. Train, A. Мына A дыбысы A, H, J, K. Көрдіңіз ба? Сол дыбыстар естіледі. Оқылған кезде да мынау. Бұл сөздерде де осындай звук береді деп қалмаңыздар, A деген. Tree, E мысалы, бұл оқылғанда ғана. B, C, D, E, G, P, T, V, Z. Мынау Z американдық түрде Z болады, ал британдық ағылшын тілінде Z болады, Z. F, L, M, N, S, X. Осылардың бәрін жаттап алыңыздар. Так, қазір мына жерде әрбір неде екі түрлі не берілген. M, N, B, P. Осының айырмашылығын сезе аласыздар ма? Can you hear the difference? Қазір қосамын, белгілеп отырыңыздар. Қайсысын естідіңіздер? M ба, N ба? B ма, P ма, K ма, Q ма? Хорошо, бастайын. 1.31 1 M N 2 B, P, 3 K Q 4 G, J, 5 E I 6 Y, I, 7 U W 8 B, V, 9 E A Қазір мына жерде барлығы оқылып шықты. Негізінде мына енді осы тапсырмада екен. Белгілеу керекпіз. Қазір оқылады, осы екеуінің біреуі. Қайсысын естисіз, соны белгілеп отырасыз. Ал кеттік. 1.32 1 N, 2 B 3 Q, 4 J 5 E, 6 Y 7 W, 8 B
9, A, Аха. Енді сіздерге жауабын айтайын. Белгіледіңіздер деп ойлаймын. Егер де белгілеп үлгермесеңіз, онда қайтадан артқа қарай не істеп, оны белгілеңіз. Так, сонымен біріншіде бізде N болды. N. Екіншіде бізде B. Үшіншіде Q. Төртіншіде J. Бесіншіде E. Дұрыс емес. Так, бесіншіде бізде E болды. Алтыншыда Y. Жетіншіде W. Сегізіншіде B. Тоғызыншыда A. Жауаптарыңызды жазып алыңыздар. Дұрыс болған шығар деп үміттенемін. Listen and number the pictures. Қазір мына суреттегі көрсетілген осы заттарды, нәрселерді, осы суреттердің аттарын айтатын болады. Соны қазір біз жазуымыз керек. Қайсы бірінші шыққан? Ал кеттік. 1.33. 1, ATM, 2, BMW, 3, TV, 4, PC, 5, DJ, 6, WWW, Қазірге жазып көрсетейін осы жерге. Қай жерге жазсам екен? Добавить текст. Бізде бірінші болды ATM. Сонымен ATM дегеніміз не? ATM дегеніміз ол банкомат. Банкомат бізде бірінші болды. Екінші BMW. BMW. Біздің BMW деп жүргеніміз ағылшынша BMW болады екен. Үшінші бізде TV болды. TV дегеніміз телевизор. TV. Төртінші PC дейді. Ол компьютер. Персональный компьютер. Бесінші DJ. DJ дегеніміз білеміз. Клубтарда, жәнелерде музыканы қосып отыратын адам. Алтыншы www дейді. Ол интернеттегі интернет, в общем. www. Осылай оқылады. Так. Бұны орындадық. Мына қазір айтып үйреніңіздер. ATM, BMW, TV, PC, DJ, www. Енді сіздерге мынандай сұрақ. How do you spell these names? Яғни, мына аттарды сіз қалай дыбыстайсыз, қалай жазылады? Яғни, алфавит бойынша. Мен сіздерге біреуін айтып көрсетейін. Jenny. J, E, N, N, Y. Келесі. Паузаға қойыңызда Steve дегенді айтыңыз. Мен айтайын. Так, паузаға қойып өзіңіз айтып көріңіз деп ойлаймын. S, T, E, V, E. Келесі. Бетіңізші қазір паузаға қойыңыздар. Мына бүткіл сөздердің бәрін айтып шығыңыз. Сосын мен сіздерге айтып көрсетейін. Ал паузаға қойыңыз. Енді паузаға қойып сіз айтып шықты деп ойлаймын. Енді мен өзім айтып шығайын. Liz. L, I, Z. Z немесе. Max. M, A, X. B, E, C, K, Y. W, H, I, T, E. P, E, D, R, O, G, O, M, E, Z. Аха. Так, келесі бетке көштік. Listening and speaking.
Listen and order the sentences. Order the sentences. Мына жерде төменде берілген сөйлемдер сізде бар бұл бет. Қазір мынаны қоямын. Сол тыңдап отқан кезде қайсы бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші шыққанын жазып қойыңыз. Ал бір рет қосам. Мына әйел гостиницаға келіп тұр. 1.34. Good morning. Hello, I'm Eva Flores. I have a reservation. How do you spell your last name? Flores. Excuse me? Flores. Thank you. Тапсырма оңай болды деп ойлаймын. Бірінші келді. Good morning. Сосын hello, I'm Eva Flores. I have a reservation. Мен алдын ала бронировать етіп қойғам. How do you spell your last name? Яғни фамилияңызды қалай айтасыз дейді. Flores дейді. Excuse me, кешірім сұраймын, қалай дедіңіз қайтадан? Flores жаңа қайтадан айтады. Flores. Одан кейін thank you дейді. Рахмет. Сөйтіп кетеді. First name дегеніміз адамның аты. Last name дегеніміз немесе family name ол адамның фамилиясы деген мағынаны білдіреді. Тағы да бір рет қосайын. Артынан қайталап отырыңыз еліктеп. 1.35. Good morning. Hello, I'm Eva Flores. I have a reservation. How do you spell your last name? Flores. Excuse me? Flores. Thank you. Сіздерге қазір мынандай бір не түсіндіре кетейін. Good morning, good afternoon, good evening. Амандасудың түрлері. Офиста жаңа бір жерде кездескен кезде бүйтіп амандассаңыз болады. Good morning. Қайырлы таң. Ол таңертеңнен обедке дейін. Good afternoon. Қайырлы күн. 12-ден кешкі 6-ға дейін. Good evening. Кешкі 6-дан түнге дейін. Ал good night деген бар, ол қоштасқан кезде қайырлы түн деген сияқты. Good night. Бар өте керек, жазып алыңыздар. Қазір мен бір видео қосам. Мына үш сөйлем сіздерге түсіндіре кетейін. What's your name? Білеміз. Сіздің атыңыз кім? How do you spell it? Қалай жазылады? Қалай айтылады сіздің атыңыз? Алфавит бойынша да. Where are you from? Сіз қайдан боласыз? Осы үш сұрақты қазір қояды. Мынау кісілерге, ол кісілер жауап береді. Соның видеосын көреміз. Ал кеттік. What's your name? How do you spell it? Where are you from? What's your name? My name's James. How do you spell it? James. Where are you from? I'm from England. What's your name? Oh, my name's Natasha. How do you spell it? Natasha. Where are you from? Okay, I'm from New York in the United States. What's your name? My name is Franco. How do you spell it? Franco. Where are you from? I'm from Argentina. What's your name? My name is Barbara. How do you spell it?
B-A-R. B-A-R-A. Where are you from? I am from New York. Так, қызықты болды деген үміттемін. Енді соған байланысты тапсырмалар орындайық. Мына ең бірінші кісінің, осы кісінің аты қандай естеріңізде бар болса, жазыңыз. Жоқ болса, қазір мен қосам, жазып отырасыздар. Жарайды ма? Мына жерде мына кісілердің де her name is, оның аты кім екен, she is from, ол қайда екен, соны жазып отырасыздар. Бұның да міне his name is, her name is. His name is, бос орын, атын жазамыз. 1.36. What's your name? My name's James. How do you spell it? James. Жазыңыз деп үміттенемін. Жазбасаңыз қазір пауза қойыңыз, өйткені мен жауабын жазамын. Және артқа қарай айналдырып, оны қайтадан тыңдасаңыз болады. Міне осылай жазылады. James. Келесін тыңдайық. He's from, ол қай жерден екен? 1.37. Where are you from? I'm from England. Қай жерден екен сонымен? Жауабын қазір жазамын. Сіздер өздеріңізді жазып үлгеріп қалыңыздар. Дәптерлеріңізге пауза басып қойып. Сонымен he's from England. Англия. Ал келесі тапсырмаларды орындайық. Тыңдаймыз. Қазір бір рет қосамын. Жазып үлгеріп қалыңыздар. 1.38. 1. What's your name? Oh, my name's Natasha. How do you spell it? Natasha. Where are you from? Okay, I'm from New York in the United States. 2. What's your name? My name is Franco. How do you spell it? Franco. Where are you from? I'm from Argentina. 3. What's your name? My name is Barbara. How do you spell it? B-A-R. B-A-R-A. Where are you from? I am from New York. Если үлгермесеңіз, егер де артқа қарай жылжытып, тағы да бір рет тыңдаңыз. Ал мен онда сіздер тексеру үшін дұрыс жауаптарын жазайын. Так. Her name is, оның аты кім болды? Natasha. N-A-T-A-S-H-A. Осылай айтқандай болды. Келесі. Ол қайдан екен? She is from New York. New York in the United States. Ал. Келесі, мынаның аты, мына кісінің аты кім болды? His name is Franco. Franco деп өзі айтты. Franco. Ол қалай деп айтты? F-R-A-N-C-O деп айтты. Franco. He's from Argentina. Аргентинадан екен. Argentina. Келесі. Her name is Barbara. Yani B-A-R-B-A-R Barbara. She's from New York.
осылай екен. Енді осы нелерді қайталап қасыңыздағы адаммен бірігіп практиковать етсеңіздер болады. Қазір сыныптың ішіндегі қандай заттар бар, соның ағылшын тіліндегісін үйренетін боламыз. Мінекей, things in the classroom. Заттар, сыныптың ішіндегі заттардың аттары мінекей берілген бізде. Бірінші, екінші нөмірленген осылардың аттары. Біріншісі, ол бізде whiteboard, яғни тақта. Екіншісі, мына жерде не тұр? Ол бізде есік, door. Үшіншісі, a window. Мінекей, мына жерде бәрі жазылған. The board, the door, a window. Сіздерде бар ғой осы бет, қарап. Енді үйренсеңіздер болады. Жетіншісі, мысалы, a laptop, notebook, a dictionary, сөздік. Қазір мен қосам, бұлар қалай оқылатынын соған мұқият тыңдап, артынан қайталап отырыңыз сөздерді. 1.39 1, The board. 2, The door. 3, A window. 4, A chair. 5, A coat. 6, A table. 7, A laptop. 8, A dictionary. 9, A piece of paper. 10. A pen. Дыбысталып шықты. Дұрыс естімей қалсаңыз артқа қарай айналдырып тыңдасаңыз болады. A piece of paper. Суреттен ақ білсеңіздер болады, мағыналары не екен, иә? Мынау лист бумаги дейді, яғни бір бет қағаз. Chair, жаңағы a chair, үстел, a dictionary, сөздік, a laptop, the whiteboard, the door, a window, терезе, есік, үстел, қағаз. Жүзде a pen дегеніміз ол қаламсап. Қаламсап. Енді сіздерде бұл бет бар. Сөздерді жауып қойып, өзіңіз үйреніңіз. Қайсысы қандай мағынаны білдіреді? Мысалы, бір де қуаста ойланып, так, мынау не болады? Whiteboard деген сияқты сөздерді сөйтіп үйренсеңіз болады. Так. Келесі. Бұл жерде екінші бетте, екінші бөлімде берілген бұл фразалар. Олар жаттап алсаңыз болады. Керек болады. Өйткені, мысалы, мына тақтаға қараңыз деген фраза. Look at the board. Кітабыңызды ашыңыз. Open your books. Go to page 10. 10-шы бетке барыңыз. Ашыңыз. Go, close your books. Кітаптарыңызды жабыңыз. Stand up, please. Тұрыңыз. Sit down. Отырыңыз. Солардың бәрін қазір тыңдап көрейік, қалай айтылатын. The teacher says дейді. Именно мұғалім бұлай айтады дейді. Ал тыңдайық. 1.40 1. Look at the board, please. 2, Open your books. 3, Go to page 10. 4, Close your books. 5, Stand up, please. 6, Sit down. 7, How do you spell it? 8, Can you repeat that, please? 9, What's in English? 10. I don't understand.
Бұл жерде өте керемет мынау фразалар. Қазір мен сіздерге мағынасын айтам, соны бірден жазып жаттап алыңыздар. Look at the board, please. Тақтаға қараңыздар, өтініш. Open your books. Кітаптарыңызды ашыңыз. Go to page 10, 12. Өзіңіз өзгерте берсеңіздер болады. 10-шы бетке барыңыздар дейді. Close, яғни сол бетті ашыңыздар. Close your books. Кітаптарыңызды жабыңыз. Stand up, please. Орындарыңыздан тұрыңыздар, өтініш. Sit down. Отырыңыздар. You say, енді оқушылар қалай айтады. How do you spell it? Ол қалай дыбысталады дейді. Қалай жаңағыдай айтылады ол деген сияқты. Сұрайсыздар ғой. Window, мысалы, W-I-N-D-O. Мына жерде қалай деген сияқты. Window. Сұрайсыздар. Кез келген сөз сөйтіп сұрасаңыздар болады. How do you spell it? Қиын сөз болса, қалай жазылатын, қалай дұрыс жазылатын сұрасаңыз болады. Can you repeat that, please? Қайталап жібересіз ба ананы, өтініш. What's, былай сұрасаңыздар болады, мысалы қазақша. What's кітап in English? Деп сұрайсыз мұғалімден, сосын мұғалім айтады, it's a book деген сияқты. Бос орынға қазақша қоя берсеңіздер болады. In English, яғни ағылшын тілінде қалай болады деген сияқты. Түсінікті ғой, иә? I don't understand. Мен түсінген жоқпын. Сөздерді жазып алыңыз, сөйлемдерді, соны жаттаңыздар. Так, қазір мына тапсырма, мына бос орын қалғандарды толтыруымыз керек. Тыңдаймыз и толықтырамыз. 1.41 1. Open your books, please. Go to page 7. Excuse me, can you repeat that, please? Go to page 7. 2. What's libro in English? Book. 3. Excuse me, how do you spell hotel? H-O-T-E-L. Бұлар өздеріңіз байқағандарыңызда жаңа ғана біз қараған мынау фразалар. Open your books. Көрдіңіздер ғой, осы жерден алып ана жерде жаза бересіздер. Open your books, please. Go to page 7. Excuse me, can you repeat that, please? Go to page 7. What's libro in English? Book. Excuse me, how do you spell hotel? Вот, осылай. Так, сонымен достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Өте ұзақ болып кетті. Жаңағыдай лайктарыңызды аямаңыздар, комментарийларыңызды аямаңыздар. Сол келесі сабақта кездескенше, енді үй жұмысы жайлы бір видео шығатын болады. Келесі соны орындаңыздар. Ал, сау болыңыздар.